күліп отырыңызшы. Ақерке. Енді Балауса ханым, екеуміз де мінезіміз енді вспыльчивый дейміз ғой. Енді ол менің енді мен қыз версиясы болса, менің дәл ер версиям деп айта аламын ше. И кейбір жағдайларда енді біз бірімізді түсінбей ашуланып кететініміз бар. Сондықтан да бірақ енді өзгешелігі тырысып жатырмыз екеуміз де. Енді қырсықтық болсын, еркелік болса да басылып деген сияқты. Ана жылы Жанбек айтты ғой, сол сияқты біз 5 минут ренжісеміз, 5 минут күліп жүре береміз деген сияқты. Енді құбылмалы шынымен де. Солай, бірақ енді қанға сіңіп барады да өше, ол нәрсе де негізі дұрыс болмайды негізі. Біз 5 минут дұрыс 5 минут татуласамыз ғой дейміз да, ұрыса береміз да. Біз қазір татуласып аламыз ғой бәрібір деп ше. Татуласпай қалатындай ұрыс болып қалуы мүмкін да, сол үшін ұрысты кішкене азайту керек сияқты да деп ойлаймын өзім. Бірақ енді мынандай ғой, қабылдап мен енді түсініп жатырмын дейді, бұл кісі айтып жатыр енді. Бұл отношение керек па деген сұрақ болып қалды ғой. Бұл отношение екеумізге де керек екенін түсіндік. Екеуміз отырып сөйлескен кезде. Одан кейін ұмытып кетеді кейде ше. Сөйтеді да ананы айтады, мынаны айтады. Әжептәуір қырылып қаламыз, бірақ соңында татуласамыз да. Айтып адамым да, бәрібір татуласамыз ғой, не қыламыз? Ондай ауызға келген әңгімені айтып просто жүректі қағып кетеді ғой әңгімелер. Ондай әңгімелерді айта бермейік деп адамым да, бәрібір соңында татуласамыз, біліп тұрамыз екеуміз де. Бірақ ішіміздегі нәрсенің бәрін айтып аламыз да. Ертең ол нәрсе кете беретін болса, біраз әңгімелер жүректі қағып кетеді деген сияқты. Балауса ханым, енді өмірде сондай ғой, қара ақ жолдан тұрады ғой, сол сияқты енді бірде ұрысқанбыз, бірде татуласамыз деген сияқты ғой. Бірақ дегенмен де ұрыстың көп болғаны ол қалыпты жағдай емес. Мен жаңа сіздер осы жерде эфир басталғанда сіз шығып кеткеніңізге мен Ақерке басқа біреумен билеп қойды ма, сіз соны жоқ, ол мысалға ол шығатындай да дүние емес та. Мысалға бүйтіп қарайтын болсақ, енді эфирдің басында бірдеңе келіспей қалдық, одан кейін олай айтпашы деді, болды дедім бұл кісіге, болды дедім. Сөйтіп отырған едім, жоқ енді олай дұрыс емес қой, анау болды дедім. Жоқ енді дұрыс емес қой, болды дедім ғой деймін да, соған ренжіп қалады. Сөйтіп келеміз де енді эфир басталып, енді кел төбеге шық билейік деп жатсақ, енді билейік деп екеуміз келдік дейді, кел дос болайық дейді. Не үшін десем, жаңа нәрсе үшін дейді. Болды деп айтып қойдым ғой саған жаңа деймін, болды мен ештеңе болған жоқ еді ғой жерде десем, төмен қарай түсіп кетеді да. Оны көріп отырған халық, мынау анау төбеде тұр, мынау жерде тұр, екеуі тағы да ұрысып қалды деп ойлайды да. Өз сүйкімізді өзіміз кетіріп аламыз да, былайынша айтқанда. Ол халықтың алдына мысалы, өзің де күліп отырсың да сол нәрсеге. Сол нәрсені өзің шығарып отырсың да халықтың алдына. Шығып кетіп мысалға эфирден, ол шығатындай да нәрсе емес қой. Мына жерде мен редакторым Назеркенің туған күні болған негізі. Ойбай туған күніңмен деп мына жақтан жеміс тауып шығып құттықтайтын болған негізі мен. Шығып ше, туған күнімен бетінен сүйіп, ойбай қазір күшті болатын болып жатқан. Бірақ енді жағдай сондай болып қалды. Менің қазір көңіл күйім осы кісінің қолында болып қалды. Қазір бұл кісінің настроениесі болса, менің настроением болады. Болмаса, менде әшейін құр сүлдер болып қалып кетіп жатыр ғана жер. Балауса ханым, осы кісілер дұрыс емес әрине. Осы кісілер айтып еді маған, сендер сенің шыққан кезде уже білеміз не болатын депші. Негізі нағыз білетін, негізі сендердікші. Біз мысалы, дұрыс я емес, тыңдасайшы. Сен мысалы, мен дұрыс я емес, тыңдасай деп жүгіріп ұратын адам. Сабырмен сөйлесейік. Кешіріңіз Нұржан. Мынандай әңгіме, мен бірақ рет сенің дүниемді бетіме баста бұл кісілерші. Бұл кісілер шығады екен, негізі біз тәтті әңгіме шынымен де күттік бұл кісілерден, өзгерген шығар деп. Бірақ әлі сол күй, сол дүние. Мысалы, алдында да маған Ақерке айтты, сен шықтың, не істедің? Не істедің деп маған қойматты айтыпшы, қолын бүйтіп түртіп тұрып. Сендер не істеп жатсыңдар мысалы? Мысалы, саған романтиканы көрсеткен Абылайхан саған барын көрсетті да мысалы. Сендерге барын көрсетті, сен романтиканы көрсетті, бірақ сен оны таңдаған жоқсың. Сен таңдаған адамың тура жаңында отқан адам. Саған ол романтика қыздарға ондай керек емес. Ақерке оны сен жақсы білесің. Қыздарға керегі нағыз махаббат, нағыз жаңа бейіл, ақ бейіл. Ой, Айдос деп ма, диас, ол сен махаббатты ол басында сен жоқ кезде көрсетіп қойған. Негізі сен бұларға қарап, негізі сүйсіну керексің. Көрсете ме? Дәрістеу керек ол дүниені. Міне махаббатты бұлар көрсетіп отыр. Көрдің ба? Мен де үйдегі әкешем осындай шыны керекші. Мамам тұрады, папамен біраз ұрысады, бір қарасам бірге шай ішіп отырады. Нормально соған жақсы келе жатқан дүние. Жоқ, ұрысың ғой, жарайды, бірақ енді тәттіңде де керек қой. Сенікі сол кезде қызсыз болғаннан кейін бұл бала шамалы қызды қылайықшы дегеннен кейін айтты. Сенің бір сценарийна бұл бәрі тойып кеткеннен кейін бұл жігіт кішкене соған тұздық етіп айтқан болатын. А бұлардікі шынайы болып жатқанда шынайы отношение, шынайы қарым-қатынас. Ал нағыз қарым-қатынас осындай болады. Айтқаннан кейін де сол. Диас, не істейді енді? Бір ғана кездесу болды, сіздер айтасыздар, қызық емес, романтика қайда, басқасы қайда. Одан басқасын сұрайсыздар. Тағы да бір қызбен алғашқы кездесу, тағы да сұрайсыздар. Қолынан келгенін жасап жатыр ғой. Өлең шумақтарын уже біз жаттап алдық бұл өлең шумақтарын. Айтатын енді Жәнібек, сіздің көңіліңізден шығу үшін бұл кісі ұрысып жүруге міндетті емес. Екеулер ұрыстан деп ұрыспайды ғой, енді шынайы ұрысып қалып жатыр. Бірақ қазір нормально жақсы отыр, мысалы қарасаңыздар. Балауса ханым, олар болса сүйкімсіз болмашы сөйтіп отыр. Негізі екеуі ұрсықпаған адамдар ғой. Келіп тұрғаны, Ақерке негізінде жаңа басында кәдімгі жынданып шығып кеткенін бәріміз көрдік қой. И бұл түсінбеймін, қалай келіп мына жаққа дым болмағанда күліп отырды да жаңа ғана. И бір арасынан Нұржан әңгіме айтқан кезде қайттан түріп жиналып отырды да, и қайттан күледі. Ақерке, сенде бәрі дұрыс қой, ә? Жоқ андай қарап отырып біртүрлі болады екенсің өзің алдындағы адам. То өзіне өзі күледі.
то бүйтіп түрін серьезно ұстайды да, мен соны түсінбей жатырмын. И және де екеуіне бір сұрағым, адам ұрса беріп те бір-біріне көңіл қалып кетеді ғой. Негізі ұрысқан, жаңа айтып жатыр ғой енді махаббат деген осындай деп. Мен олай көрмеймін махаббат дегенді. Махаббат екі адам бір-бірін түсінісуі деген сияқты ғой, бір-бірін поддержка беріп жүруі. Ал бұлар постоянно ұрысып алады да, Ақерке айтарын айтып алады, бірақ Нұржанға басқа біреу бірдеңе деп сөйлесе, ол нәрсе ұнамайды. Ақерке жыныстайды, басқа біреу Нұржанға жаман нәрсе айтса, бірақ өзі айтып жатса, ол это нормально да. Мен сол екеуінің сұрағым, көңілдерің қалып кетпеді ма бір-бірінен? Жоқ, анандай ғой, кез келген нәрсенің екі ұшы бар да. Мысалы, қыздар болса, бір қыз ұзын болса, сен мысалы кішкентайсың, сол сияқты да, ара қатынасында әртүрлісі бар. Мысалы, сендердікі дені сау ара қатынас, біздікі дені сау емес ара қатынас. Біз бір-бірімізді осылай жақсы көреміз. Жоқ, бұл жерде Нұржан сондай нәрсе да. Одан кейін енді дұрыс айтып жатсың, иә, көңіл қалып кетеді негізі әр ұрыста. Онымен жұмыс істеп жатырмыз біз. Каждый ұрыста да мен айтамын бұған. Қазір бірдеңе айтылып, бірдеңе артық айтылып кетсе, ертең ол жүректе қалып кетеді ғой деп қана қойып Роза ханым, бірақ бұрынғыдай жиі ұрысу деген қазір сәл азайып жатыр. Өздеріңіз де байқап жатқан шығарсыздар, сыртта қалай жүретінімізді мысалы. Мына жерде енді болмашы нәрселерге сондай нәрселер болып қалып жатыр. Ертең уақыт өте келе ол да жоғалады деп ойлаймын мен. Роза ханым, енді көптеген адамдардың махаббаттары әртүрлі болады ғой. Бұл екі кісінің махаббаты өйстіп бізге тәтті да. Біз білеміз бұл кісілердің қанша ұрыссын, қырылысын, бәрібір де татуласып алатын. Және де мен ойлаймын да, Нұржанды Ақерке кішкене бір сыйламайтын сияқты. Себебі Нұржанды сыйлайтын болса, Нұржанға қайта-қайта болмайтын нәрселермен еркелеп ұрыс шығара бермейтін сияқты да. Енді кішкене Нұржанды да түсінуге болады, бұл кісінің бағана біз көріп отырмыз да, уже таусылып кетті да. Не істеймін енді деп. Мен ойлаймын, бір-бірлеріңізді енді сіздер бірге қосылғаннан кейін сыйлап, бір-бірлеріңізді жоғары қою керексіздер, және де еркелікті азайту керек сияқты. Тыйылсаңыздар, керемет бір жұп шығатын сияқты. Бағана енді Аделя айтып жатыр ғой, балауса ханым мына жерде Ақерке сыйламайтын сияқты. Мен ойлаймын, бір осы жерде бір Нұржанның шыны керек мойындау бір еркектік мысы Ақеркені басамайтын сияқты. Еркекте бір мыс деген болады. Мыс дегенді бірақ сендер басқаша түсініп қалмаңдар. Мыс деген ол әйелді барып ұрсып, орнына отырғызу, тұр десе тұрғызу, отырғызу емес. Просто ол ұрыспай, жанжалдаспай, үнсіз ғана әйелді басқара алу. Нұржан, сенде ондай жоқ. Болмаса сен сондай болуың керек. Ақеркенің либо мысы сені басып кететін болады. Басқа вариант жоқ маған. Жақсы, сіз қалайсыз? Жақсы. Ғамжамен сәл бір таныстық тоқтағаннан кейін жақсы араласып кеттіңіздер ма? Қалай болып жатыр? Сыйластықта таныстық тоқтаттық қой. Дос болып қалдық. Дос болған сіздерге комфортнее сияқты, кәдімгідей сөйлесіп, күліп ойнап кеттіңіздер. Перизат, сіздің фаворитіңіз кім Ханзадалықта? Bir адам айтыш керек па? Иә. Ну не ғой. Нұрсұлтан. Иә. Нұрсұлтанды қолдайсыз? Нұрсұлтанды қолдаймын. Я всегда поддерживала, буду поддерживать. Көмектесіп жүрсіз ба? Жоқ, мен алмен Ғамжамен таныста жүргенде сөйлеспедім ғой. А так, если помощь нужна, көмектесемін. Ханым, қалыңыз қалай? Жақсы, қалайсың? Гаухар ханым, сізге айтпақшы осындай бір түзу шаш жарысады екен. Гаухар ханым, сіздің ойыңызша кім Ханзада болады? Кім лайық? Адамды қаса бола ма? Иә, айта беріңіз. Ол Диас, Ғалымжан, Нұрсұлтан үшеуіне жанкүйер боламын.